about me now and who I could have been. And I picture all the perfect how it is. Till I took the strings on your tiny violin. My heart's on my mind. It's on right now and it makes me heavy. I explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Yeah, it's my heart in your arms. I go through it. Yeah, when it feels like me, the monster's coming. My head and my heart are talking to me. Yeah, la 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 жеті сыныпта оқыған кезде өздеріңізден міне бір үш айдан кейін бітіресіңдер. Март, апрель, май, 2 ай ғой, 2 айдан кейін бірдеме жасап отыр. Рахат екеуінің өмірі. Бақытты болып отырмыз. Айта ғой. Daniel айтқандай, Тыңдаймыз. жаздықтағы Жаздықтағы фигураны ұстай аламыз ба? Ұстай алмайды екенбіз. Тек қана 2, 3, 4, 5. Яғни 5 бұрышты не деп айтамыз? 5 бұрышты пирамида деп айтады екенбіз. Міне, қолдарымен ұстап көруге болады екен. Ал енді мынаны қараңдар. Мынау не? Не деп айттым мынаны? Не деп айттым? Конус деді, иә? Енді мынаны қараңдаршы балалар. Мынау не? Мынау 4 бұрыш деп атала ма? 4 бұрыш деп аталмайды балалар. Ол жаңағы 4 бұрыш деп олар дұрыс айтады. Не деп айтады? Кеңістік фигураларына мысал келтір. Кеңістіктің фигуралары қандай нелер бар? Мысалдар келтірейік. Кеңістік дегеніміз не өзі? Біз мына кеңістікте тұрмыз жаздықта. Кітаптың беті жақсы. Тағы да кім айта ғой? Қартаның беті, Ахмет жақсы, дұрыс айтасың. Ахмет бауыржанымыз Ахмет. Қандай? Тағы да басқа. Тағы не бар? Жазық деді. Оны айттық қой жайда. Кітаптың бетін, қартаның бетін, тағы. мен кеңістік фигураға Бірінші жазықтық фигурасын табайық, одан кейін кеңістік фигурасын. Мына жерде суреттің несіне қарай? Түріне қарай, светіне қарай айтамыз. Мына жерде оның аржағын көріп тұрсың ба? Көрінбейді, ол аржағын көрінбейді. Ол шырқып қана, тек қана беті қана көрінеді екен. Жақсы. Ал енді кеңістіктен фигураны айтайық қайсысы? Түсін айтайық. Қандай? Қандай сары? Айта ғой. қызыл, сары. Мынау сары дұрыс, қызыл да жатады екен. Тағы айта ғой. Жасыл дұрыс айтады. Міне, біз үш түрлі түрікет соның қайсысы? Дұрыс айтады. Мынау дұрыс, жаңағыдай сарғыш жылтыр екен, Неге? Неге айта ғой, түсіндіре ғой? Яғни ол дұрыс айтады. Ол қандай? Сен ұстап отырғанын көрсек, ұстап отырған қай фигура? Дұрыс жарайсың. Міне, бұл пирамида екен. Жасыл түспен боялған пирамида екен. Дейді, сан мәндермен ғана берілетін шамалар болады екен, және векторлық шама екен. Яғни оның бағытына қарай екен. Өлшемі болады. Міндетті түрде өлшемі болады екен. АБ векторының, мысалы үшін, бізге АБ векторының, 3 сантиметр дейтін болса, біз не істеген екенбіз? Не істейміз балалар? Сызғама деп айтады екен. Яғни вектор дегеніміз, балалар, сонымен вектор дегеніміз бұлай берілген екен. Векторды, мынау А, Б деп, мына сияқты, яғни грек алфавиттерімен, рим цифрларымен ба, грек алфавиттер, яғни А, Б векторы деп, міне векторлық шама, яғни төбесіне стрелкамен белгілейді екенбіз. Немесе кішкентай әріппен де белгілеуге болады екен. Векторы екенбіз. Мынау қандай вектор? Мынау А векторы. Яғни
Бізде оны бір жағынан, яғни стрелкамен белгілейтін болсақ, кейде жағдайда бізде сәуле деп айтамыз, иә балалар? Ал сәуле біздің мынау жаңағы не еді? Нәрсені зақты өлшейтін нәрсе, иә? Таразы. Не істейді? Масса. Бұл жата ма? Ай, сонда жатады дейді. Жатады. Неге? Себебі? Дұрыс. Себебі? Температура дейді. Температура мынау не? Мынау не? Мынау не? Мынау не? Жоқ, мынау не? Термометр, иә? Градусник немесе термометр дейді. Термометрдің, яғни оны жатқызамыз ба? Векторлық шамаға жатқыза аламыз ба? Былайына белгілеу. Яғни Б векторы деп жазамыз. Векторы. Бесте, X-тан 5-ті табамыз. Астына жазамыз, Y-тан 5-ті табамыз. Астына 1 деп жаз. 1, Y-ге 1 дейміз. Y-ге 1. Мына жаққа жазсашы. Бер жағына. Міне, мынау 1. Екеуінің қиылысқан жерін көрсетші. Екеуінің қиылысқан жерін. Нүкте белгіле, нүкте. Қиылысу нүкте. Қос. Енді вектор болғандықтан оған не белгілейміз? Стрелка. Дұрыс. Міне Е2 вектор. Жазамыз. 2, міне Y2 мына жерде. 2 деп жаз. Y деме, Y осы ғой міне. Екеуін қиылысқан жерін жаз. Мынаны былай үстіге қаратай дейді. Енді мынаған қаратай жүр. Бері қаратай жүр. Молодец. Мына не отыр? Не белгілемейсің? Неге белгілейміз? Сызбайсың ба? Қарындашың қайда? Не қайда? Сызғышың қайда? Сызғыш қайда? Мынау аты мынау оқуының аты. Айбол. Енді не дейді? Бізге қандай вектор тап деп тұр? АБ векторын тап дейді. АБ векторын. АБ векторын. Моментсіз. АБ векторын. АБ векторын қос. АБ нүктені қосамыз. Ал қоста вектор деп стрелканы қоя қой. Енді стрелка қоя қой. АБ векторы осы стрелка қай жақта тұрады? Қай жақта? Соқта ма? Б-мен аяқтайды. Яғни вектордың несі бар дедім? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сөйлесі бар. Қанша бірі болады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 кеңістікті айырмашылығы неде деп айтты? Данияр не деп айтты? Сен атың кім? Алижан айтшы. Не деп айтты? Сен айтшы. Кеңістікте тұрмыз, дұрыс айтады, кеңістікте тұрмыз. Мысалы айтыңдар. Айтты да тағы. Тақтаның беті айтылды.